Балалар, бүгін сабағымыз 43-ші сабақ сөйлемнің айтылу мақсатын қарай бөлінетін түрлерін білемін дейді. 20-ші жаттығу суретке қара, қожа туралы фильм қалай аталады, оның кейіпкерлері кімдер дейді. Оқы дейді. Бұл жерде кейіпкерлер әжесі мен қожа екен, иә. Менің атым қожа деп аталады екен, иә, фильмнің аты. Оқы дейді. Неге шақырдың қожатай? Шақырғаным жоқ. Дауыстағандай болдың ғой. Сізге емес, жайша. Онда құпия кеңес өтіп жатыр. Бөгет жасамаңыз. Оқығанның диалог екенін дәлелде. Диалогтың кімдер қатысты, кім сұрады, кім жауап берді дейді. Әже сұрақ қойды, қожа жауап берді. Әжесі мен қожаға қатысты екен. Диалогты порталасымен рөлге бөліп оқы дейді, оны көшіріп жаз дейді. Диалогта әрбір кісінің сөзі жаңа жолдан басталады, алдынан сызықша қойылып жазылады дейді. 24-ші жаттығу оқы. Қай сөздердің тобы сөйлемді құрап тұр? Өз жауабыңды дәлелде. Неге шақырдың қожатай? Неге қожатай шақырдың? Бұл жерде неге қожатай шақырдың деген мағынасы жоқ, бізге түсініксіз болып тұр. Неге шақырдың қожатай дегенде сұрақ белгісі қойып тұр. Соңғы сөзде сұрақ белгісі қойып тұр. Осы бізде сұраулы сөйлем екен, иә. 25-ші жаттығу қожаның алдына қойған міндеттемелерін оқы, көшіріп жаз. Сабақтан себепсіз қалмаймын. Үйге берілген тапсырманы уақытында орындаймын. Мен үлгілі оқушы боламын. Неге сөйлем? Неше сөйлем жаздың дейді. 3 сөйлем жазды. Қараңыздар, мына жерде нүкте қойып тұр, иә. Міне сөздің қараңыздар. 1, 2, 3 екен, иә. Неше сөйлем жаздың? 3 сөйлем жазды. Әрқайсына не туралы айтылған? Әрқайсына қожаның жақшағына өзін өзгертемін деген мақсат қойғаны туралы айтылған екен, иә. Сөйлем бірінші сөз қандай әріптен басталып жазылған? Сонда не қойылады? Ауызша сөйлемде бір-біріне қалай ажыратылып айтылған дейді. Қараңыздар балалар, мына жерде бізге түсінікті болу үшін сөйлем аяқталған ойды білдіреді. Сөйлем соңында не нүкте, не үтір қойылады екен, не сұрау белгісі, не леп белгісі қойылады екен. Жиырма алтыншы жаттығу хабарландыруды оқы. Неше сөйлем бар екенін анықта дейді. Тиісті тыныс белгілерін қойып, хабарландыруды көшіріп жаз дейді. Қаңтардың 7-сі күні сағат 10-да шаңғыдан мектепшілік жарыс өтеді, иә. Міне точка қойдық. Содан кейін енді басқа сөз басталды, иә. Бұны бас әріппен жазамыз. Жарысқа қатысқан деушілер ұйымдастыру комитетіне алдын ала тіркелу қажет дейміз. Бұл жерге точка қойдық. Нүкте. Сөйтеміз енді бас әріппен жазамыз, иә. Көлік мектеп жанында 8:30-да жүріп кетеді. Сол кезде бізде 1, 2, 3 сөйлем жаздық екен, иә. Тыныс белгілерін қойып, хабарлануды көшіріп жаз. Сөйлемнің сонда тыныс белгілерін әрқайсысы қандай қызмет атқарып тұрған туралы өзінің қорытындысын жаса дейді. Сөйлемде сонда нүкте, не сұрау белгісі қойылса, ол бұл жерде ойдың аяқталғаны туралы білдіреді екен, иә. Міне бұл жерде 1, 2, 3 сөйлем бар екен. 27-ші жаттығу диалог қалпына келтір. Ол үшін мынаны жауаптарды қандай сұрақ қою арқылы алуға болатынын анықта. Я, Беріктің иті жоғалып кетті. Жоқ, хабарландыру жазбады. Мен Беріктің итінің ерекше белгілерін білмеймін. Сол себеп хабарландыруды жаза алмаймын. Беріктің итінің суретін тауып хабарландыруды жазайық. Сен хабарлануды қалай жазар едің дейді. Қараңыздар, бұл жерде бет жазамыз біріншісіне. Беріктің иті көрінбейді ғой. Я, Беріктің иті жоғалып кетті. Хабарландыру жазды ма? Жоқ, ол хабарландыру жазбады. Сен жазып берсеңші. Мен Беріктің итінің ерекше белгілерін білмеймін. Сол себепті хабарландыру жаза алмаймын. Беріктің итінің суретін тауып хабарландыру жазайық. Естіп жазайық екенбіз, бұны қараңыздар. Енді ары қарай бізде 28-ші жаттығу сынып оқушылар тіл апталығына қызу дайындалып жатыр. Хабарландыру жазуды мұғалім саған тапсырды. Сен хабарландыруды қандай мазмұнда жазасың? Хабарландыруды сөйлемдердің пайдаланып, мұғаліммен болатын диалогты көрсет дейді. Бірінші өзіміз жазған хабарландыруды жазайық, иә.
Алдағы аптада тіл апталығы болады. Тіл апталығына ән айтып, сөз жарысқа шығып, өз өнерін көрсетемін деген оқушылар ұйымдастыру бөліміне жазылыңыздар, иә? Жоспарға тіркеп қоятын боламыз. Өйстіп хабарланып жазады екенбіз. Енді диалог. Мұғалім, сен хабарландыруды қандай мазмұнда жазасың? Оқушы, мен хабарландыруды тіл апталығына арналған іс-шараларға туралы жазамын. Мұғалім, өте жақсы. Сөйлемдерді анық, түсінікті жазуға тырыс. Оқушы, жарайды мұғалім. Өйстіп диалогты жазады екенбіз, иә? Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кеткен. Сау болыңыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.